Қазақстан ортақ үйіміз деп аталады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты өздеріңіздің бойларыңызға ұлтжандылықты, ақылдылықты, білімділікті, адалдықты бойларыңызға сіңіре отырып, республика күнінің маңыздылығын түсіндіріп өту. Енді бүгінгі қазір мен сіздерге бірнеше сұрақтар беремін, сол сұрақтарға жауап беріп көрейік. Енді балалар қазір өздеріңізге бірнеше сұрақтар қойылады. Яғни егеменді, бірлік, тәуелсіздік деген сөздердің қандай мағынасы бар, айырмашылығы қандай, ұқсастығы қандай деген сияқты ойларымызды ортаға салайық. Яғни егемендік дегеніміз не, қалай түсінеміз? Жақсы, ең бірінші көтере қойған бізде Мұхаммед айта қойсын. Егемендік дегеніміз мемлекеттің өз аумағындағы ішкі және сыртқы істерді басқарудағы толық билігі. Бұл тәуелсіздікке жетудің алғашқы және маңызды қадамы. 25 қазан Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдаған күн. Қалай түсінесіңдер кәне? Ал, Бекарыс айта қой. Тәуелсіздік деген ешкімге тәуелді емес, өз еркімен өмір сүруге. Жақсы, тамаша. Балалар, біз тәуелсіздік күнін қай күні тойлайтын едік? Мерекелеп атап өтетін. Тамаша, күн, айын. Толық жауап берейік, тәуелсіздік күні. Өте жақсы. Ал, бірлік деген ұғымды қалай түсінеміз? Тамаша. Ал, айта ғой. Достық, Өте жақсы. Тағы қоса бар. басқа ұлттар мен қазақтардың бір-бірімен қарым-қатынасын бірлік деп айтуға да болады. Ал тағы қосарыңыз бар ма айнеке? Әр ұлт өкілдерінің өзінің тартымдылықтары бар, өздерімен жақсы қарым-қатынас табуы болады. Көптеген ұлттар тұрады елімізде. Олар бір-бірімен қандай? Бірлікте, ынтымақта өмір сүру үшін экранға назар аударайық. Одан кейін осы жердегі бейнебаянды көріп аламыз, әрі қарай ойымызбен тағы да бөлісеміз. Қазақ қаласында кіндік қамтанған барлық мерзім қасиетті елін сүйеді, туған жерін сүйеді. Отанына деген сүйіспеншілікті осынау қойнауы қазынаға толы, ұшы-қиырына көз жетпес, сайын даланы жаулардан қорғап қалған ата-баба ізінен көреміз. Атырау мен Алтайдың арасын жалғап
өсіп өрген барша халқым, менің елім Қазақстан, туған жерім шуағым, отан анам қазақ елі топтыр. Қазақ жерде топырағының нәрін, өзен көлдермен сылдырап аққан бұлағының суын, кеудені мейірімге толтыратын саф ауасын әр перзентіне сыйлауда ғасырдан ғасырға жалғастыра бермек. Кеше өмірге келген сәби де, ақ жаулықты ана да саған тағзым етуден жалықпайды. Мың алғыс саған, туған жер. Қалғалар жақсы. Енді әркім осы бейнебаянды көріп отырып, қандай күйде, қандай ойда болыңдар, не ой түйдіңдер, соны ортаға салайық. Фәни кім айта қояды? Жақсы, Алиса. Біздің өзіміздің елімізде кең байтақ ауасы таза және өзіміздің ұл мен қыз өзіміздің ұрпақтарымызды қорғаушысы. Мөлдіреген өзендер, жай қалған гүлдер, биік-биік таулар, әсем және әдемі жыртқыш жануарлар. Жануарларын көріп отырсың, иә? Жақсы, тағы да кім ой қосамын дейді сол жерге Жанна. Отбасында туылған біздің әдемі жеріміз, таулар әдемі, ауасы да таза. Өздеріңіз бейнебаянынан байқағандай, адам дүниеге шыр етіп өмірге келісімен-ақ өзінің кіндік қаны тамған жерді отан дейді. Отанға, туған жерге деген ыстық өздерінің сезімдерін, адамдардың махаббаттарын қалай білдіреді. Мысалы, қараңдар балалар, кейде адамдар басқа жаққа, алыс жаққа қыдырып келуі мүмкін, іс-сапармен баруы мүмкін. Сол кезде бәрібір де не істейді? Өзінің туған жерін, ата мекенін, елін аңсап сағынып келеді, иә? Ұлы ағартушы Байтұрсынов, балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан өссін деген екен. Ендеше біз сіздерге тек перзенттік қана емес, еліміздің ертеңі нұрлы болашағы деп сіздерге сенім артамыз, сіздерге болашақтарыңыздан зор үміт күтеміз. Түсінікті ме? Сондықтан сіздердің бүгінгі елімізге қосатын үлестеріңіз бүгінгі таңда білімді, сабақты жақсы оқып, еңбек етіп, ата-ананы, мұғалімді құрметтеулерің. Ал енді балалар, мен өздеріңе туған еліміздің биікке ұшар сұңқары, бәйгенің алдына емес тұлпары болыңдар дегім келеді. Неліктен қазір оны әрғарай сабағымызды барысында көретін боласыңдар. Енді балалар, мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Адалдық дегеніміз не? Ойланып барып жауап берейік, кәне. Кім айтады? Адалдық дегеніміз не? Жақсы, бекарыс. Адалдық дегеніміз бір-біріне Жақсы, татулықтан басқа да тағы да ой қосатын балалар бар ма? Шыңғыс. Адалдық дегеніміз адам адамнан өзімізбен қарама-қарсы Қандай болады? Және адалдық. Дұрыс айтады, шын болады дейді, әділ болады дейді. Келсеңіз бе? Өтірік айтпау керек дейді кім? Ернияз, дұрыс па? Келсеңіз бе? Жақсы. Ал енді мынандай сұраққа жауап берген. Оқушы қандай жағдайда әділ, адал бола алады? Бұл біздің бүгінгі сабағымыз үшін өте маңызды. Назым. Бесінші болды, бәріміз бар. Оқушы әрбір кезде енді қандай жағдайда адал болу керек? Әсия. мұғалімдерге көмектесіп және мұғалімдерге өз мұғалімға көмектесуді адал деп айтады деп ойлаймын. Солай ойлаймыз ба? Ал жақсы, Мира, қалай ойлайсың? Өз ойларыңды білдір. Адал, әділ, өтірік айтпайтын. Қай уақытта?
Оқушы достарына көмектесіп адал болады. Міне балалар, тамаша. Оқушы үй жұмысын жасамай келетін жағдай болады, бәрімізде де. Сондай кезде өтірік айтпау керек, жақсы. Тағы оқушы мұғалімді тыңдап шуламау керек. тағы, шыңғыс. Апайды ұтып айтпау болған, достарға ұтып айтуға болған. Дұрыс еді, достарына, мұғалімге өтірік айтуға болмайды дейді, иә? Өте жақсы. Ал, енді балалар, неге біз адалдық туралы, әділдік туралы айтып жатырмыз? Себебі қазір біздің сабағымыз әрі қарай жұлдызды сағат ойыны арқылы жалғасады. Сол кезде бір-бірімізге көмек беріп, сыбырлап, айтып қоюға болмайды. Ойын өте әділ, шын түрде өту керек. Қазір сіздерге барлықтарыңызға жалпылама бірдей ұжымдық жұмыс жүреді. Мақал-мәтел айтылады. Мақал-мәтелдің жоқ сөзі тауып, бірінші болған қала мына жерге арнайы орынға келіп орналасады. Түсінікті ғой? Жақсы. Ал тыңдап отырамыз. Туған жерде жер болмас. Ал мұқабелер айтады. Туған елде ел болмас. Жақсы. Дұрыс па? Туған елде ел болмас. Тамаша. Келіп бірінші орынға жайғаса ғой. Одан неден басталады? Ал айтып жақсы, екінші орынға орналасты ғой. Туған ел тұғырың, туған тіл, айым, жер тұғырың, айым, Амира, Туған тіл өздеріңізден озық шығып ортаға келді. Енді сіздер қазір арнайы слайдтан сұрақтар көрінеді. Сол сұрақтарды 30 секунд ойланамыз. Ойланып жауап беруге дайын болған кезде алдарыңыздағы қоңырауды белгі соғып маған айтасыздар. Түсінікті ғой, иә? Егер кім жақсы жауап беріп толық орындайды, ол бала алға бір қадам жылжиды. Жақсы. Мұхаммедәлі, мен оқып жіберейін. Қазақстан Республикасының туында бейнеленген күн мен қыран нені білдіреді дейді. Ал нұсқан бойынша сен қанша? Қайсысы? Күн бейбітшілік, қыран еркіндік пен биіктік. Дұрыс, өте жақсы. Қошеметтеп отырамыз балалар. Жақсы, өте жақсы. Ал балалар, екінші кезеңге назар аударайық. Жақсы. Ал көркем, мен сұрақты оқып жіберейін. Елтаңбада бейнеленген шаңырақ пен қанатты пырақтар нені білдіреді дейді? Шаңырақ отбасылық бірлік, пырақтар еркіндік пен қуат. Өте жақсы балалар. Таня. Өте жақсы. Ал үшінші кезеңнің сұрақтары. Мұхаммедәлі, дайынбыз ба? Дайын болса қазір оқиын. Республика сөзі нені білдіреді дейді? Және республика күні не үшін аталып өтеді? Республика халық билігі. Бұл күн тәуелсіздіктің бастау алған күні. Дұрыс, иә балалар? Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы. Балалар, бізде бірінші Мұхаммедәлі 3 сұрақты да дұрыс біліп алға
Осы қайдан шықты, иә? Енді балалар былай болады. Өзіңе көп рахмет айтып, орныңа жайбаса беруге болады. Өте жақсы рахмет. Ал енді балалар, бізде 4-ші кезең бар. Ол 4-ші кезеңде енді Айкөркем мен Мұхамедәліні мына ортаға шақырамыз. Қаламдарыңызды алып келіңіздер. Яғни, енді қазір балалар алдарында екеуінде де қандай сөз? Қазақстан. Қандай сөз? Алдарына қойып қоямын. Осы Қазақстан деген сөзден бірнеше сөз құрап сөз жасаймыз. Кетті уақыт. Енді мен балалардан мақалымызды сұраймын, балалар. Балалар, Мұхамедәлі мен Айкөркемнің жұмысы орындалғанша әрқайсысының жеке жұмыс болады. Кәні үйде берілген тапсырма, бәрінде де кәні мақал мәтелдер айтамыз. Бастаймыз. Мына балалар жеке Отан активмен бастайды. оттан ыстық. Отан отбасынан басталады. Жүзінде сабағы. Ата-анадан Отан елге туылдық. Өнер қызы халық. Отан тыныш, сен тыныш. Жолды қылған өтетін отанға қойып тартық. Отан сатқан ұлымыз. Туған жерді күні ыстық, түні ыстық. Отан елдің анасы. Жиеннің аты елдің тұтады. Туған жер алтын бесік. Отан елдің анасы. Опасызда отан жоқ. Туған жер тұғырың, туған ел күнің. Елім туған отан, мен кішкентай отан. Қаламды орнына қоямыз, уақыт аяқталды. Ортаға қаламдарымды қағаздарына шыға қойыңдар. Шығамыз, екеуміз бірге. Қанша сөз? Қазақстан. Қазақ, қаз, ақ, тас, ас, қас, таза, зат, ас, хан және там. Неше сөз жаздың? 11 сөз, е? Жақсы. Айкөркемді. Қазақ, Астана, қас, ана, қаз, тас, ақ, таза, азан, ас, сақ, тас. Неше сөз? 12 сөз, е? Ендеше балалар өздерін көріп отырғандай, қай оқушы жеңіске жетіп тұр? Айкөркем, е? Айкөркемді мадақтап, ендеше өзіне міне алтын күн аспаны деген арнайы кітапшаны ұсынамыз. Ішінде байрағымыздың, елтаңбамыз, әнұранымыз туралы жазылған оқып танысасын. Отыра ғой. Жақсы? Өзіңе де кәлім қошеметпен отырғызамыз. Енді біздің ойынымыз да, зияткерлік ойынымыз да, сайысымыз да жақындап қалды, уақыт аяқталуға, е? Ендеше қазір бәріміз бірге сергіп, бәрі сен үшін жас ұрпақ әнін бірге орындайық. Ата
мысалы қолымызға қаламды алып, нағыз шешуші кезең, қолмен көмек кері байланыс жасаймыз қазір сабағымызға. Яғни өздеріңіз шын жүректен біздің егеменді, тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуына қандай көмек бере алатын едіңдер жазамыз, және осы жерге әкеп орналастыруға болады. Болған бала болса табиғатты қорғау, үлкендерді сыйлау, отанды сақтау, табиғатты ластамау, отанды қорғау. Құқыға қоқыс тастамау, ата-анаға көмек, өсімдікті жумау, экономиканы сақтау. бәрі жаңағы еліміздің көркеюіне үлес қосуға өздерінің ойларын. Мына жерде өздерің кері байланыс беріп өткенде өте тамаша ойларыңды білдірген екенсіңдер. Әсіресе табиғатымызға қамқор болуға, оны аялауға, еліміздің өркендеуіне үлес қосамыз деген сөздер өте көп екен. Ризашылығымды білдіремін. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Көп рахмет. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Көп рахмет. 25 қазан Республика күні